Әлемдегі ең адал таксистер Жапонияда екенін білесіз бе? Жапония астанасы Токиода бір ер адам таксиге отырады. Тілдік кедергіге байланысты ол таксистке институттың атауынан басқа еш нәрсе айта алмайды. Такси жүргізушісі оны түсініп, басын изеп, жолаушыға құрметпен есігін ашып береді. Бұл олардағы қалыпты мәдениеттің бір бөлігі еді. Жол жүре басталғанда таксист есептегішті қосады. Біраз уақыттан кейін оны сөндіріп, сосын қайта қосты. Жолаушы бұл әрекетке таң қалды, бірақ тіл білмегендіктен үндемей отыра береді. Институтқа жеткен соң оны қарсы алған адамдарға алдымен таксистен жолда есептегішті неге өшіріп қосқанын сұраңдар деді. Жүргізушіден сұрағанда ол мен жолда қателесіп бұрылыс жасау керек жерден өтіп кеттім, ал келесі бұрылыс алыста еді. Менің қателігім салдарынан артық 2,5 шақырым жүруге тура келді. Сол үшін есептегішті өшірдім. Өйткені жолаушы артық жүрген жолдың ақысын төлеуге міндетті емес деп жауап берді. Адалдық деген осы ғой. Біздің елде алматылық таксист әуежайдан қала ортасына дейін жолаушыны 23 мың теңгеге дейін жеткізбеді. Бұл енді ұят тірлік. Арбадағы бала осындай әсерлі, қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Парақшама тіркеліп, лайк басуыңызды өтінемін.